Сен қалай қарайсың, жалпы болашақ көресің ба негізі ажырасқан қызбен, немесе түбегейлі қарсысың ба ол нәрсеге? Кейбір адамдарда болады да, бізде талап қояды, бірақ дегенмен де ол талабына сай келмейтін адамдар болса, сонда танысып көріп жатады. Көрейін, зерттеп көрейін, танысып көрейін, ертеңгі күні мүмкін бір бәле шығып кетер деген сияқты. Сенде қалай, нақты сен талаптарына тұратын адамсың ба, немесе сонда да талаптарына аттап өтіп, бір-екі кездесу жасап көресің адам тану үшін? Енді бұл өте күрделі шақ қой негізінде ше, жаңағыдай. Өте күрделі шақ деп ойлаймын, менің өзімнің ойым сондай. Сіз жауапкершілік алуды айтып тұрсыз ба, әлде танысып көруді? Жауапкершілікті де алу өте үлкен жауапкершілік. Жалпы жаңағыдай. Жалпы жауапкершілікті алу өте күрделі. Сұрақ қойсам ба? Жоқ, енді нақты сұраққа жауап берген жоқ, Балауса ханым. Қоя қойшы тағы. Жаңа нақты айтқан болатынмын да саған. Сен жалпы талаптарына нақты тұрасың ба, немесе алдағы күндерде талаптарынан секіріп, бір-екі кездесу жасап, танысып көргің келе ме адаммен? Бұл жерде кішкене сөздер таңдау керек сияқты да, жаңағыдай секіріп дегендей. Мен бұландай қаттып қалған принципім жоқ, жаңағыдай әйел осы жобаға келгелі бері менің талабым сондай. Әйел маған келетін үміткер тұрмыс құрмаған болу керек деп. Иә. Енді бірақ адам келіп отқаннан кейін сөйлесіп, мән жағдайды біліп, сөйлесіп көру керек. Мен ойымша Айбол әлі ойланып отырған сияқтысыз, иә, негізі ой үстінде отырған сияқтысыз. Болады. Бізде жігіттің төрі сондай красавчик не жерде, жаңа Әмір не отыр ғой енді. Енді кім? Әмір. Ана спортивный өзі сондай не жерде қатты билейтін, бізде мысалы қазір жігіттің төресі да, бұл Әмір бұл жерде отырған. Айбол, кешірім сұраймын. Жоқ, менде бір сұрақ болып тұр да, бауырым. Сіз 30-дасың да сен? И бұл 32-де жас айырмашылығы, жасқа мән бересің бе? Жасқа да мән берем деп айтқам, талаптарымды айтқан кезде. Жасқа да мән берем, тұрмыс құрмаған ба, құрған ба, оған да мән берем. Барлығына мән берем негізінде ше. Бірақ енді келетін адам келді, оның бірден бетін қайта жүрген негізі дұрыс емес деп ойлаймын.